Тау бөктерінде таза ауа, жап-жасыл табиғат. Кішкентай қыз бен оның мейірімді әжесі жайқалған шөптің үстінде бірге отыр. Бүгін олардың ерекше әңгіме құратын сәті басталмақ. Қыз әжесіне сүйіспеншілікпен қарап: «Әже, маған тағы бір қызықты әңгіме айтасыз ба?» деп сұрайды. Әжесі жымиып: «Әрине, қарағым. Бүгін саған адамға ең керегі жүрек тазалығы туралы айтып берейін» дейді. Қыз ойланып қалады да: «Әже, жүрек тазалығы деген не? Ол қайдан білінеді?» дейді. Әжесі жұмсақ үнмен жауап береді: «Жүрек тазалығы, қызым, адам ешкімге жамандық ойламай, жақсы сөз айтып, жақсы іс істеп жүрсе көрінеді. Ондай адамның жүзі әрқашан жарқын болады». Сосын әжесі баяғыда бір бала туралы оқиғаны айтып береді. Ол бала біреуге көмектессе, табиғат та оған күлімдейтіндей еді. Қыз таңғалыспен сұрайды: «Сонда жақсы адамға табиғат та риза бола ма?» Ол тағы ойланып: «Ал жақсы болуды қалай үйренеміз?» дейді. Әжесі оның қолынан ұстап мейірлене түсіндіреді: «Жақсы болу үшін көп нәрсе керек емес, жаным. Адамға жылы сөз айту, достарыңа көмектесу, алғаныңнан бұрын бергеніңе қуану, міне, осының бәрі жүрек тазалығы».